Сәлем достар. Бүгін бізде үшінші дәрежелі теңдеу, яғни x-тің кубы минус 3x минус 18 тең 0 деген теңдеу. Бұның шешудің әртүрлі жолдары бар. Енді егер x квадрат болғанда, бұл дискриминант кәдімгі виет теоремасымен шығаруға болатын еді. Бұл олимпиада есептерінде немесе математикалық студенттерге, немесе жоғары оқу орындарына, немесе 11-10 сыныптың оқушыларына келетін есептердің бірі. Енді бұл есепті шығарудың мынандай бір әдісін ұсынып отырмын. Px және Qx тең 0, яғни Px дегеніміз қандай да бір көпмүше және Qx деген қандай да бір көпмүше, солардың көбейтіндісі тең 0 деген жағдайға келтірейік. Яғни жеке-жеке 0-ге теңестіреміз, содан теңдеудің шешімін табамыз. Бұл жерде қарайық, мен мынандай әдіс ұсынып тұрмын. X кубқа минус 3x квадрат плюс 3x квадрат дегенді қосайық. 6x пен минус 9x бәрі минус 3x береді, минус 18. Бұл жерде осы сандарды қостық. Енді бұл жерде сұрақ болады, әрине, не үшін бұл сандар қосылды деген сияқты. Видеоның соңында дейін тыңдасаңыздар, құдай қаласа, осы нәрсенің шешімін табамыз. Бұл жерден x квадрат екеуінде ортақ санын жақшы сыртына шығарамыз. X минус 3, 3x квадрат пен 9x-тің 3x-ті шығарамыз жақшы сыртына. Сол сияқты барлығынан 6 мен 18-дің 6-ны жақшы сыртына шығарамыз, көбейтіштерге жіктейміз. Және x минус 3-ті жақшы сыртына көбейтіштерге жіктесек, жақшы сыртына шығарып. Осындай көп мүшеміз, үшінші дәрежелі теңдеуіміз осындай екі көп мүшенің көбейтіндісі түріне келеді. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Бірінші жағдайда x минус 3-іміз 0-ге теңіз, яғни x-іміз 3 болса теңдік орындалады. Екінші жағдайымыз x квадрат плюс 3x плюс 6 тең 0. Бұл жерде әркім әртүрлі шығару мүмкін. Мен дискриминантпен табайын. Дискриминантым бұл жерде теріс, бүтін сандар жиынында шешім жоқ. Енді бағана айтпақшы, бұл жерде қалай сан табамыз деген сұрақтар болады. Енді қараймыз, минус 18 қосатын сандарды қалай табамыз дейді. Минус 18 дегеніміздің бөлінгіштері плюс минус 3, 1, 3, 6, 9, 18 сияқты. Енді теңдеудің мына теңдеуге қояйын, x тең 1 деп қояйын. Ол кезде теңдік орындалмайды. Сосын x тең 3 деп қояйын. Ол кезде қарасақ, теңдік орындалып тұр, 0 тең 0 теңдігі орындалып тұр. Яғни, бұл көбейткіш, бұл теңдеу x минус 3 деген көбейткішке бөлінеді. X минус 3-ке бөлінеді. Бір әдіс осы. X минус 3-ке бөлейік. X квадраттан береміз. X квадраттан берсек, x квадрат пен x-тің көбейтіндісі x кубты береді. X квадрат пен минус 3x-тің көбейтіндісі 3x квадратты береді. Сосын кәдімгі сандарды бөлген сияқты азайтайық. Азайтсақ, x куб пен x куб жойылып кетеді. Минус плюс 3x квадратты береді. Сосын төбеден минус 3x түсірейік. Енді бұл екі санға x минус 3-ін бөліп атырмыз қой, плюс 3x-тің беретін болсақ, 3x пен x-тің көбейтіндісі 3x квадратты береді. Минус 3 пен плюс 3x-тің көбейтіндісі минус 9x-ті береді. Азайтайық. Азайтсақ, x квадрат пен 3x квадрат пен 3x квадрат жойылып кетеді. Плюс 6x. Енді төбеден минус 18-ді түсірейік. Енді осы екі санға плюс 6-дан берейік. Плюс 6-дан берсек, 6x и минус 18 шығады. Бұларды азайтқан кезде жауап 0 болады. Яғни, бұл жерде коэффициент қалмады. Сол үшін x-тің кубы минус 3x минус 18 дегеніміз, яғни x минус 3, x квадрат плюс 3x квадрат, 3x плюс 6 деген көбейтіштерге жіктеледі. Яғни бұл жерде көбейтіштерге жіктегеннен кейін жеке-жеке 0-ге теңестіреміз, шешімін таба аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар.